Үйге қонақ келетін болса, үнемі дайындықты бір күн бұрын бастаймын, себебі менде 2-3 сағатта әдемі дастархан жаю деген нәрсе жоқ, үлгере алмай қаламын деген сондай үлкен қорқыныш менде қалып қойған. Мысалға мына жерде бір күн бұрын нан ашытып, нанымды салып алдым. Одан кейін самсаның қамырын илеп, жайып, ортасына майын жағып тоңазытқышқа салып қойдым. Қонақ келетін күні таңертеңгісін ерте пісіріп аламын. Самсаның қамырын жасап болғаннан соң пирогтарымды да пісіріп қойдым, себебі пирогты міндетті түрде тоңазытқышқа бір күнге салып қойған жақсы, ортасындағы салмасы әдемі қату үшін. Мына жерде бір сметанный пирог және де тары мен қызыл ірімшік қосылған пирог жасадым. Қонақ келетін күні таңертең ертелеу тұрып, алдымен үйлерімді жинап алдым. Одан кейін бауырсағымды пісіріп алдым және де кешегі дайындап қойған самсаның қамырынан самсаларымды түйіп пісіріп алдым. Обедте осылай 2 түрлі салат жасадым. Ал обедтен кейін сағат 3-тен бастап дастархан жасауға кірістім. Ал сіздер неше сағат дайындаласыздар? Мен секілді бір